Quantum Tech School ұсынады. Қуантайық. Сәлем достар, құрметті Quantum Tech мектебінің оқушылары, ата-аналар, ұстаздар, сіздермен бірге бүгіннен бастап экранға шыққалы отырған Қуантайық жобасы. Бұл біздің мектебіміздің оқушыларының ұшқыр сұрақтары мен қонағымыздың қызықты әңгімесін тыңдау үшін басталған жоба. Және біздің бүгінгі бағдарламаның алғашқы қонағы журналист, тележүргізуші Қазақшала жобасының авторы Ирина Тен. Рахмет. Және біздің оқушыларымыз, өздеріңіз таныстырып өтіңіздер. Мен Айсұлтанмын. Мен атым Сәлиев. Атым Сұлтан. Және мен қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Арайлым Ұстаз. Енді Ирина ханым, өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Өте қуаныштымын, рахмет, құрметтеп шақырып жатқандарыңызға. Қош келдіңіз, мектебіңіз қалай сізге? Рахмет. Мен осы мектептің салынып жатқанына куә болдым. Себебі бізде осы жақын жерде бір жөндеу жұмыстарын жүргізгенбіз қатар. Қандай мектеп болады екен деген сұрақ туындады. Енді бірінші рет келіп тұрмын, бүгін шынымен де әдемі, кең, соңғы технологияларға, соңғы стандарттарға сай салынған мектеп екендігін көріп жатырмын, қуанып жатырмын. Қазіргі балалардың мүмкіндігі кеңейіп жатқаны әрине бәрімізді қуантады. Сосын балалармен танысып та ерекше әсерленіп отырмын. Шыны керек, оқушыларменен бірінші рет сұхбат алайын деп отыр. Сондықтан менде де бір сәл қобалжу бар. Сізге де бәрімізге сәттілік онда. Ирина ханым, біз үшін және осы жоба үшін алғашқы қонақ ретінде шақырып тұрмыз. Жалпы бірінші болуды ұнатасыз ба? Бірінші болу күшті сұрақ. Бірінші болу енді бәріне ұнайтын шығар, бірақ ол енді қазір синдромға айналып кетті деп айтып жатады психологтар, иә. Бестіктің синдромы, синдром отличника деген нәрселерді айтып жатады. Бұның жақсы тұстары да бар. Енді жаман деп айтпай қойын, бірақ адамға бір әлсіздік беретін тұстары да бар. Сондықтан кез келген нәрседе тепе-теңдік сақтау керек. Мақсат қойғанда да ол мақсат өзіңе тұлға ретінде қаншалықты керек екенін, саған жеңіс қандай сезім алып келгенін, ол сенің жеңісің ба, біреу үшін алып берген жеңіс па деген сияқты іште өз-өзіңмен әрдайым диалог құрып жатасың. Бірақ бәйгеге шапқаннан кейін енді озуға, бірінші болуға тырысасың әрине, бірақ ең басты оппонентің сенің жарысатын, ол әрине өзің. Енді маған дейін де қаншама ғұламалар, философтар, өте ақылды адамдар айтып кеткен. Жеңіс ол кешегі өзіңнен бүгінгі сен озып тұрса, жеңіп тұрса, неге соның өзі бір жеңіс. Сондықтан әрдайым бірінші болу, ол енді кез келген адам үшін әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ бірінші болған күшті. Ал мектеп кезінде қаншалықты бірінші орындарды көп иеленіп жүрдіңіз? Ой, мен кәдімгідей пионер болдым, күшті оқушы болдым, менің ойымша. Сабақты жақсы көрдім, мектептегі барлық іс-шараларға қатысуға тырыстым, барлығында бірінші болуға тырыстым. Екінші орын алып қалу мен үшін үлкен соққы болатын, кәдімгідей жылап, мен неге екінші орын алдым деген реніш те болды. Әртүрлі сәттер болды. Бірақ кейін оның нәтижесі, оның бәрі тәжірибе екендігін түсіндім әрине. Жақсы. Мен журналист ретіндегі бірінші сұхбатым өзіңізбен болып жатыр. Сіздің ең бірінші сұхбатыңыз кіммен болды және қанша жаста болдыңыз? Менің алғашқы кәсіби сұхбатым Роза Рымбаевамен болды. Бірден құласаң түйеден құла дейді ғой. Сондай болды. Алғашқы эфирлерінің біріне Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, халық әртісі, дүйім жұрттың сүйікті әншісі, еліміздің номер 1 әншілерінің бірі Роза Қуанышқызымен сұхбат болды. Мен үшін ол кәдімгідей шок. Өзім әлі студентпін, әлі кәдімгідей сұхбат алып үйренбеген, білгенім 9 білмеген 99, бәрін білем, қазір болдым, тойдым, үйрендім деп айта алмаймын. Әрине әр күніміз жаңа тәжірибе, жаңа білім, бірақ ол кезде ол кәдімгідей мен үшін космосқа ұшқандай. Аяғым дірілдеп, қолым дірілдеп, бұл күн эфирге шықпай-ақ қойсам ба деген ойда болды. Өйткені біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Қайтадан жазу, сұрақты қайтадан қою деген жоқ. Одан кейін әрине танымал адамдардың мысы басып тұрады, атағы басып тұрады.
ол кісінің көңіл күйі қалай болады, менің сұрақтарым оған ұнай ма, жалпы жауап беруге қаншалықты ашық болады деген уайым болды әрине. Бірақ менің бағыма орай, қуанышыма орай Роза Қуанышқызы өте ашық, жарқын, сондай мейірімді адам. Жақсы көңіл күйде келіп, өзінің соңғы жаңалықтарымен бөлісіп, тамаша сұхбат құрдық. Бірақ мен үшін ол мәңгі ұмытылмас, өте маңызды, сондай тамаша тәжірибе болды. Ирина ханым, егер сіз сұрақ қойсаңыз, менен сұхбат алған бірінші журналист болғансыз. Сізден сұхбат алуға бола ма ендеше? Мен жұлдыз деп ойласақ, қандай сұрақ қоюшы едіңіз? Қандай, қай салада жұлдыз болғыңыз келеді ендеше? Архитектор. Архитектура жұлдызы, иә. Өйткені кез келген саланың өзінің жұлдыздары болады ғой, медицинада, архитектурада дегенде. Архитекторсыз, окей. Енді сіздің мақтан тұтарлық немесе өзіңіздің арманыңыздағы жоба қандай жоба? Сіз архитекторсыз ғой енді, мен сізден сұхбат алайын, дұрыс па? Қандай жоба жасағыңыз келеді архитектор ретінде? Үйлерді құру, сол. Қандай үй? Үйлер көп, сіздің үйіңіз несімен ерекше болады? Үлкен, сол. Үлкен үйлер көп. Технология. Қандай технология енгізесіз? Домофон бар жаңағы. Оға бір 10-15 жылдан кейін жауап береді ол сұрағыңызға. Қашан архитектор болуға жоспарлап отырсыз? Қайда оқығыңыз келеді? Қайда білім алыңыз? Мен бір колледжға түсіп, немесе университетке. Қазір қандай қадам жасап жатсыз? Қандай сабақтар ұнайды? Барлық сабақтарын айтып Жалпы мектеп ұнайды, иә? Жақсы ғой мектеп ұнайды. Ирина ханым, сіз сияқты танымал журналист, сөз шебері болу үшін мектепте қалай оқу керек және сіз қандай оқушы болдыңыз? Жалпы білмеймін, осындай болу керек деген стандарттар қазір жоқ қой. Қазір бағаланатын нәрсе және ең құнды нәрсе ол адамның өзі, иә. Шынайылық, шынайы болмыс, адамдардың ішкі құндылықтары алдыңғы орында бүгінгі таңда. Сондықтан мынандай болу керек, немесе осындай болған дұрыс емес деген нәрсе жоқ. Ең бастысы шынайы болу керек, білімге ашық болу керек, және дұрыс мақсат қоя біліп, сол мақсатқа жету жолында өзіңе лайықты тәртіп орнатып, сол тәртіп арқылы арманыңа жақындай беру керек деп ойлаймын. Ал осындай болу керек, мынандай болу керек деген сияқты стандарттар жоқ, шекара жоқ, бәрі күшті, бәрі мүмкін, тек ешкімге зиян тимеу керек. Бала күнгі арманыңыз қандай болды? Журналист, тележүргізуші болғыңыз келді ме? Иә, ол бала күнгі арманым, бірақ ол арманым туралы ешкімге айтпайтынмын, себебі біреуге айтсам күлетін сияқты болып елестеді маған. Мен Арал деген кішкентай қалада туып өстім. Өзім кішкене ұялшақтау болдым. Мені көршілерім, жақындарым қара қыз деп еркелететін, өйткені мен кішкентай, арық, қара, кәдімгідей қарапайым бала болдым. Менің бір ерекше таланттарым, ерекше қабілеттерім болмаған сияқты көрінді. Сондықтан мен тележүргізуші немесе журналист болуды армандаймын деп айтсам, өзгеге күлкілі болатындай сезіндім. Бірақ кейін мамандық таңдайтын уақыт келген кезде мектеп бітіруге жақындағанда бір шешім қабылдау керек болды. Дәрігер боласың ба, сен аудармашы боласың ба, журналист боласың ба деген сияқты. Сол кезде қазір мен осы сұрақты шешпесем, уақыт өтіп кететінін сездім де, тәуекелге барып журналистика факультетіне сол кезде құжат тапсырдым. Сөйтсем бола алады екенмін. Жақсы, және жаңа айттыңыз ғой, Роза Рымбаеваның алдында қатты қобалжыдым деп. Біздің балалардың да қобалжудан кем түсіп отырған жоқ. Сондықтан қазір мектепке байланысты сұрақтар болды. Бірден бір ойынға көшейік. Яғни қолдарыңызда мына карточкаларды ала қойыңыздар. Мен сұрақ қоям, сіз болды немесе болған жоқ деп жауап бересіздер. Жақсы, бірінші сұрақ. Ойланыңыздар, сабақтың үстіне ұйықтап қалған кез болды ма, болмады ма? Жоқ. Болған жоқ. Сыныпта аз болды оқушы. Ұйықтап қалсаң бірден көрінеді. Сұлтан мен Саидта болған екен. Жақсы. Және күнделіктегі немесе дәптердегі бағаны 2-ден 3-тен 5-ке өзіңіз өзгерткен кез болды ма? Жоқ. Болған жоқ. Біздің Ирина ханым өте тәртіпті оқушы болған сияқты. Шпаргалканы қолданған кез емтиханда немесе сабақта. Кәне, маған өте қызық мына жауаптар бәрінде болған екен. Қазір ChatGPT-ді қолданатын шығар. Иә. Сабаққа дайындалмай келіп, бірақ 5 алып кеткен кездеріңіз.
О, өте күшті. Сабақтан қашып кеткен кездеріңіз болды. болды ма? Бүкіл сынып болып қашып кеттік та, сосын бірақ сынып жетекшіміз білгеннен кейін енді қашпайтындай болды. Қашуды ұйымдастырған өзіңіз емес пе? Жоқ, мен ең соңынан қосылдым, ұят болады деп. Сыныптастардан ұят болады деп. Жақсы. Сабаққа бармау үшін анамнан ауырып жатырмын, бармай ақ қояйыншы деп сұраған кездеріңіз болды дейді Сұлтан. Болды. Сұлтанда бәрі болған сияқты. Өте қызық. Сұлтанның балалық шағы қызық сияқты, иә. Мектеп сахнасында өнер көрсеткен кездеріңіз болды ма? Өте жақсы. Архитектор мырза ғана өнер көрсетпепті. Төмен баға алған үшін жылаған кездеріңіз болды ма? Кәдімгідей. Жоқ. Менде болды. Қандай пән еді? Қандай сабақ? Есімде жоқ. Жылаған Бәрі маңызды емес. Аха. Бірақ сол кездегі сезім есте қалып қойды. Жақсы. Балалар сұхбат ұнап жатыр ма? Ирина ханымның жауаптары ұнап жатыр ма? Қызық па сіздерге? Жақсы, онда сұхбатымызды жалғастырайық ары қарай. Сіздің инстаграмыңызда өзіңіздің қазақшала атты қазақ тілін насихаттайтын Айдар бар екен. Сол Айдарды неге аштыңыз? Иә, қазақшала деген жобаны бастағаныма бірнеше жыл болды. Қазір шамалы үзіліс алып тұрмын, себебі басқа жобаға көбірек назар аударып жатырмын. Жалпы қазақшала және сайра деген екі жобаны жасап жүрмін. Ол екеуі де қазақ тілін насихаттайтын, қазақ тілін үйреніп жүрген жандарға жайлы орта ұйымдастыратын жобалар. Қазір сайрамен көбірек айналысып жүрмін, себебі ол офлайн жоба. Адамдармен көзбе-көз кездесіп, жайлы ортада жақсы ақпаратпен бөлісіп, тілдік барьерді жеңуге көмектесетін ол нетворкинг клуб. Қазақ тілін үйренемін дейтін, немесе білемін, бірақ еркін сөйлей алмаймын, немесе түсінем, жауап бере алмаймын. Еркін сөйлегім келеді, өзімді таныстырғым келеді, көпшіліктің алдында құттықтаулар айтқым келеді, немесе өзімнің кәсібіме, жұмысыма, өзіме таныстыру деген сияқты нәрселерді үйренгім келеді деген азаматтарға арналған сондай бір шағын, бірақ өте жылы, өте ыңғайлы алаң. Оның барлығы әрине біздің мемлекеттік тілді, қазақ тілін насихаттауға арналған жобалар. Ол менің өмірімдегі басты миссиялардың бірі деп ойлаймын. Қазақ тілінің амбассадоры ретінде өзімді тағайындадым. Өйткені мен қазақ тілін жақсы көремін. Кішкентайымыздан Мұқағалидың мұңына, Абайдың тереңіне, жалпы қарапайым қазақтың жылы сөздерінің иіріміне сосындап өскенбіз бәріміз. Сондықтан бұл біздің елдегі басты құндылықтардың бірі, біздің елімізді ел қылатын құндылықтардың бірі деп ойлаймын. Әрқайсымыздың міндетіміз демей-ақ қояйын, бірақ жүрек қалауымыз қазақша сөйлеу болу керек шығар. Жақсы, рахмет сол жобаңыз үшін де. Сіздің мектепте орысша оқығаныңыз рас па, және қандай басқа тілдер білесіз? Иә, мен орыс мектебінде оқыдым. Нөмір 14-ші Крупская атындағы орыс орта мектебін тәмамдадым. Бұл біздің Арал ауданындағы жалғыз ғана орыс мектеп болатын. Бірақ қазақ тілі және әдебиеті пәндерінен олимпиадаларға қатысатынмын. Басқа тілдер дегенде өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Жаңа тіл ол жаңа мүмкіндіктер деп қараймын. Сондықтан бүгінгі таңда ағылшын тілін білмеу ол өз-өзіңді мүмкіндіктерден тежеу деп ойлаймын. Сондықтан ағылшын тілі және бүгінгі таңда қазір корей тілін меңгеріп жүрмін. Иә, мені көбісі сұрайды, сіз корейше білесіз ба, корейше сөйлей аласыз ба деп. Менде қарапайым өмірде орта жоқ. Бұрында әжелеріміз, аталарымыз корейше білетін, корейше түсінетін біз кішкентайымыздан, бірақ корейше сөйлеу, жазу, оқу деген нәрселерді мен есейгенде енді ғана үйреніп жатырмын. Тілді үйренуге ең оңай тәсіл лайфхакпен бөлісіңізші. Ең оңай тәсіл жалпы жаңа нәрсені үйренуде бәрі ниетке байланысты. Бір нәрсені оңай деп айтуға болмайтын шығар. Бірақ
ниет болса, әрекет болса, кез келген қиын болып көрінген нәрсе оңай болуы мүмкін, немесе оңай болып көрінген нәрсе іс жүзінде қиын болуы мүмкін. Сондықтан лайфхактар өте көп. Тек қазақ тілін меңгергенде немесе ағылшын тілін меңгергенде біреу оңай, біреу қиын деп айта алмаймын. Жаңа нәрсе ол жаңа челлендж. Сенің өзіңе, сенің миыңа. Сондықтан жаңа дағдылар, жаңа әдептер ол кез келген жаңа нәрсені меңгеруге алып келетін кішкентай қадамдар. Ол сенің үйреніп жатқан тіліңдегі контент болуы мүмкін, ол әндер болуы мүмкін, ол өзің іздеп табатын орта болуы мүмкін, спикинг клабтар сияқты. Оның барлығы тілді меңгеруге үлесін қосады, көмектеседі, бірақ ол бір күндік жұмыс емес екендігін түсіну керек, бәріміз. Білмеймін, бір конфет немесе жаңағы су ішіп үйреніп алатын, флешкамен басқа енгізіп алатын ондай лайфхактар жоқ. Бәрі еңбекпен келеді. Жақсы. Жаңа тіл үйренерде күніне неше уақыт бөлу керек? Бізде қазір оқушылар өте көп тілді меңгергісі келеді. Күнде бір тілге қызығушылығы ашылады, бірақ ол тез ашылған қызығушылық кейде тез сөніп қалып жатады. Сондықтан оған тыңғылықты дайындық керек деп ойлаймын. Соған. Иә, ол кәдімгідей өмірге енгізетін әдептер. Әдетке айналу керек нәрселер. Дисциплина, былайынша. Ең қиыны негізі сол. Және ол кез келген адамның өзінен ғана басталатын нәрселер. Өзіңді бір сарынға салу, ең басты қиындық осы. Өзіңді бір нәрсеге үйрету. Ал қалғаны оңай. Тек сол қадамдарды жоспарлау керек және жасау керек. Күніне мынанша сағат, немесе мынанша минут деп шектеуде дұрыс емес шығар. Бірақ ол күнделікті нәрсе болу керек. Күнделікті Қытай тілін меңгеріп жатсам, Қытай тілінде контент көру, Қытай тілінде бір парақ болса да бір нәрсе оқу, ән тыңдау, аудару, жаңа 2-3 сөз жаттау деген сияқты әдеттер үлкен нәтижеге алып келеді. Оны да менен басқа көптеген коучтар, мотиваторлар бәрі айтып жатыр. Теория жүзінде не істеу керектігін бәрі біледі. Бірақ іс жүзіне келген кезде көпшілікті тежейтін ол өзіңді осы жұмыс істеуге бастап бере алмау, итермелемеу, немесе ертеңге қалдыру деген нәрсені. Болды, қазір шештің ба, қазір бастап кету керек, және тоқтамау керек. Егерде бір күн тоқтасаң, бір күн өзіңе мен бүгін шаршап тұрмын, тоқтап алайын, кейін бастайым деген нәрсеге жол берсең, ол қалып қоя береді. Міне, соған көзім жетті. Сондықтан бір мақсат қойдың ба, міндетті түрде дедлайн қою керек. Мен осы тілді осы уақытта меңгеріп шығуым керек. Және сол жоспардан ауытқымау өте маңызды. Жақсы. Жаңа сіздің айдарыңыз бар деп айта өттік Инстаграмда. Бізде оқушылармен соған ұқсас ойнап көрсек, мен сізге енді қазақ тілді оқушылары болғандықтан тұрақты тіркестер, фразеологизмдер дайындап қойдым. Сіз оқисыз, оқушыларымыз біздің таба ала ма екен мағынасын. Таба алатын болса, ортадағы тәттіні алуға рұқсат. Күшті. Бетінен от шығу деген тіркесі нені білдіреді? Ұялу. Дұрыс. Жақсы. Қас пен көздің арасында? Тез. Жақын. Тез. Жылдам, иә. Айы оңынан туды. Айы оңынан туды. Ұқсау, жоқ, тағы да. Одна кісінің айы оңынан туды. Айы оңынан туды деп нені айтамыз? Қай кезде айтамыз? Айы оңынан туды. Бүгін емтиханда маған дайындалған сұрағым келді де, айым оңынан туып кетті дейміз. Иә. Ой, мына кісі бүгін жеңімпаз атанды, айы оңынан туды. Не деп ойлайсыздар? Ирина күшті жерге сұхбатқа келіпті бүгін, айы оңынан. Жолы болды. Дұрыс, Сұхбатқа келгендер дұрыс. Ирина ханым, енді бүгінгі жеткен жетістіктеріңіздің барлығына, жаңа тілдерді меңгеруде өзіңіздің енді құпияларыңыз да бар шығар. Соның бәріне, сол жетістіктерге жетуге мектептегі білім
қаншалықты сізге көмектесті, ол қаншалықты маңызды, кейде оқушылардың арасында, ересектердің арасында да түсінік бар, мектептегі білім маңызды емес, одан кейін оқып аламыз, курсқа қатыса саламыз дейтіндер көп қазір, иә, мысалы. Мектептегі білім маңызды болмаса не істеп жүрміз бәріміз мектепте. Мектептегі білім өте маңызды. Ол бастау, ол фундамент. Мектептегі білім мықты болу керек. Қазір жалпы академиялық білімге күмәнмен қарайтын жандар көп, иә? Әртүрлі пікірлер бар. Және ол пікірлермен дауласудың қаншалықты қажеті бар екендігін білмеймін. Қазір енді еркіндік бар ғой адамдарда. Бірақ менің ойымша мектептегі білім ол кәдімгідей фундамент. Сіз үй құрғанда оның асты өте берік болу керек, мықты болу керек. Сол сияқты кәдімгідей жаңа білім, жаңа архитекторлардың тілімен айтатын болсақ, үлкен не болды, күлкілі ма? Мектепте білім қызық емес па сендерге? Жоқ. Қызық па? Ол берік болу үшін жаңа үлкен құрылымдарды құрастыру үшін астындағы жерде фундаментте берік болу керек. Сол сияқты мектептегі білім өте маңызды. Жазу, санау, сызу деген сияқты мектептегі білім сендерге әртүрлі вариациялар көрсетеді, контекст көрсетеді. Қандай жалпы ғылымдар бар, немен айналысуға болады, әлемді тануға, жан-жақты болуға мүмкіндік береді. Сондықтан мектептегі кезеңдер, бұрында үлкендер айтқан кезде мен де сендер сияқты күліп сенбейтін едім. Мектептегі уақыт ол ең бақытты кезең, ол ең бақытты уақыт. Мен де сондай апайға айналдым қазір. Шынымен де мектеп уақытындағы кезең ол өте маңызды, өте бақытты және көп мүмкіндіктер беретін кезең. Ешқандай жауапкершілік жоқ, бірақ мүмкіндіктер көп. Дәл қазір, дәл бүгін нәтиже ешкім сұрамайды, бірақ өзіңді іздеуге, табуға, жан-жақты болуға, жаңа нәрселердің дәмін татып көруге көп жағдайлар қазір сіздер үшін жасалып жатыр. Сондықтан сол жағдайдың барлығын, мүмкіндіктердің барлығын оңынан қолдана білу керек деп ойлаймын. Жақсы. Құрметті Ирина ханым, арнайы уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет айтамыз. Енді бұл біздің бірінші қадамымызды қолдап, тұсауымызды кесіп жатырсыз. Енді қазір бұдан кейін де әлі жолығамыз, кездесерміз деген үміттеміз. Ол кезде енді оқушылар сізге сөз бермей қаншама әңгімесін айтады деген ойдамыз. Біз оқушыларды соған дағдыландырып жатырмыз, соған үйреткіміз келіп жатыр. Мектеп оқушыларына айтар тілегіңіз болса? Көп рахмет, құрметтеп алғашқы шығарылымға шақырып жатқандырыңыз үшін, осындай бір үлкен сенім артып, ол да мен үшін үлкен жауапкершілік. Сіздерге алғыс айтам, қадамдарыңызға гүл бітсін. Осындай шығарылымдар, көптеген лайк, қаралым, сіздердің оқырмандарыңыз көп болсын деп тілеймін. Жалпы енді білмеймін, ешқайсымыз абайдан артық айта алмаймыз. Сондықтан өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген осы принципті ұстанып, үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Енді мектебімізбен осы оқушылардың атынан сізге кішігірім сыйлығымыз бар. Инстаграмда көреміз, кішкентай балапаныңыз да бар, соған тәттіміз. Ой, рахмет. Рахмет, қандай тамаша сыйлық. Анпакинг жасап жібереміз бізге. Рахмет. Және бүгін біздің спикер болған керемет 3 оқушымызға осындай тәттілер. Ирина ханымның тәтті әңгімесінен кейін қазір тәттімен шай ішсеңіздер болады. Достар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталады. Келесі кездескенше. Ендеше келесі көріскенше бір-бірімізді үнемі қуантайық. Quantum Tech School ұсынады. Қуантайық.